Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тауық етінен өте дәмді тағам дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық етін өзіңіз қалағанша кез келген формада турап аласыздар. Менде тауықтың сан аяқтары, сіздер кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады. Ыдысымызға салып жақсылап жуып, қызып тұрған тапада екі жағын бірдей етіп қуырып аламыз. Алдын ала көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Одан соң пияз, сарымсақ және де тәтті бұрышты тураймыз. Тамаққа ерекше дәм беру үшін сарымсақты қосамыз және де тәтті бұрышты көбірек етіп турасаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Бізде шамамен тауық еті 6-7 минуттай қуырылды. Енді екінші жағын аударып, үстіне пияз және де сарымсағымызды салып жақсылап араластырып қуырамыз. Енді қызанағымызды турап, тамаққа қосып, шамамен суы тартылғанша 5-6 минуттай қуырып аламыз. Енді картопымызды видеодағыдай сопақша етіп тураймыз. Енді картопымызды тұз және де бұрышымызды салып жақсылап араластырамыз және де үстінен аз ғана су құйып, шамамен 20 минут қалдырамыз. Осымен біздің өте дәмді, тез дайындалатын тағамымыз дайын. Бетіне қалауыңызша ас көк сеуіп ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.